Бүгінгі депутаттық сауалымыз статистика деген санаға сыймайтын сандардың құрбандары туралы. Оның ішінде жұмыссыздыққа қатысты жалған деректер хақында. Ұлттық статистика бюросы 2025 жылдың 1-тоқсанында Қазақстан халқының 4,6% яки 451.515 азамат жұмыссыз деп көрсетеді. Бірақ бұған кім сенеді? Әр қаладағы жұмыссыздар жиналатын жетім бұрышты, табақтай дипломмен жұмыс таппай табаннан таусылған жас мамандарды бәріміз көріп жүрміз ғой себебі. Менің қолымда мінекей ресми дерек бар, құрметті әріптестер. Мұнда 16 мамырда басылған ресми деректе Қазақстан халқының саны 20.461.486 адам деп көрсетілген. Соның 11.496.000-ы еңбекке қабілетті деп жазылған, яки олар жұмыс істеуі қажет. Бірақ Қазақстанда зейнетақы қорына қаржы аударылмаған және әлеуметтік аударымдар мүлдем жоқ халық саны 5.244.664 адамға жеткен. Бұл ресми дерек. Ендеше Қазақстанда 11,5 миллион адам еңбекке қабілетті болса, соның 5,2 миллионда әлеуметтік аударым мүлдем жоқ болса, демек азаматтарымыздың тең жартысы жұмыссыз демеске амал бар ма? Жұмыссыздар саны 4,6% деген деректің шындыққа сәйкес келмейтініне осы дәлел емес пе? Сондықтан елдегі жұмыссыздықты жоямыз десек алдымен жалған мәлімет беруді тоқтату керек. Соның салдарынан халықты жұмыспен қамтуға арналған бағдарламаларға берілген қаражат мақсатсыз жұмсалып жатыр. Оған жоғары аудиторлық палатаның есебі дәлел. Дерек келтірейін. 2024 жылдың 10 айында халықты жұмыспен қамтуға арналған субсидиялық 6 бағдарламаға 180.031 адам қатысыпты. Олардың әрқайсысына ай сайын бюджеттен ақша төледік. Соңында соның тек 26.194 ғана тұрақты жұмысқа орналасқан. Тағы бір дәлел. Жастар практикасы бағдарламасына 2024 жылы 33.300 жас қазақстандық қатысқан. Бағдарлама тәртібіне сәйкес олардың әрқайсысына кемінде айына 117.960 теңге төленді. Соған қарамастан тек 7.400 жас азамат қана жұмысқа орналасыпты. Мұның барлығы жоғары аудиторлық палатаның есебімен дәлелденген деректер. Тағы бір мысал, мәңгілік ел жастары индустрияға бағдарламасына қатысқан 1415 түлектің 471 ғана жұмысқа орналасқан. Ал түлектерді өңірлерге бөлу, оларды жұмыспен қамту орталықтарына тіркеумен аяқталған. Ендеше біз осындай жасанды деректермен кімді алдап жүрміз деген сұрақ туады. Осы тұрғыда нақты ұсыныстар. Біріншіден, Қазақстандағы жұмыссыздардың санын есептеу методикасын қайтадан жасау керек. Екінші, халықты жұмыспен қамтуға арналған бағдарламаларға жұмсалған қаражатқа толық тексеру өткізу керек. Үшінші, кәсіпкерлікке ынталы жастарға микрокредит беруге арналған бағдарламаны қайтадан іске қосып, микрокредит алу үшін кепілдік құны қайта қарау керек. Себебі ауылдық жерлерде жылжымайтын мүлік кепіл ретінде жарамсыз болып қалады. Төртінші, жұмыс берушілерге жастар практикасы бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан жас мамандарды жұмысқа қабылдауды міндеттеу керек. Бесінші, жастар практикасына қатысушылардың айлық жалақысын 30 айлық есептік көрсеткішпен 40 айлық есептік көрсеткішке, ауылдық жерлерде 45 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеру керек. Алтыншы, алғашқы жұмыс орны бағдарламасымен жұмысқа орналасу кезінде жасыл ел сынды маусымдық жұмыстардан немесе қызмет көрсету саласындағы жұмыстардан зейнетақы қорына түскен қаражатты есепке алмау қажет. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.